Өліге құрмет, тіріге міндет. Ал ислам дініне қарасаңыз, өлгенге де тіріге де жаман сөз айтпа деп бұйырады. Сол себепті өлген кісіге Құран бағыштау бар. Сондағы мақсат өлген марқұмдарға құрмет көрсету, оларды ұмыту. Мұсылманның ең жақсы сөзі Құран. Ендеше ең жақсы сөз оқығанды тірілермен қатар бұл өмірдің өткендерді ұмытпау қажет. Ал бұл күндер кейбір өзі мұсылман санаған жастары бар. Олар үйінен бір жақын не болмаса ата-анасы қайтыс болса артынан Құран баштамайды. Ол былай тұрсын, егер ата-анасы намаз оқымаған не болмаса дәстүрлі дінді ұстаған жан болса кәпір санап жаназасы келмейді. Бұл мәселе осы заманда көп қозғалып жүрген ауқымды сауалдардың бірі деуге болады. Өлімге ешқандай Құран бағыштау болмайды. Жақының өлсе жылама, қабіріне барып бата қылма. Ата-ананың жақының қайтыс болса қайта еске алуға болмайды. Мал сойып сауабын бағыштауға болмайды. Ата-бабаларың солай жасаған болса, ендеше олар бұрыс жолда болған. Тағы басқа. Кілем тыйым салушылық. Мұндай тыйымды естіген кісінің қара басы шырмалған ойлары адан сайын шырмалап түспей ме? Теріс алып қарасаңыз, бұлардың бәрі мұсылмандарға ата-бабалары мен өткен тарихын ұмытуға жасалған тәсіл екенін аңғаруға болады. Жақының өлсе үнсіз жерлеп, одан кейін оны қайта еске де алмай жадынан өшіресің. Бұл да барып қарағанға лаңкестіктің бір түрі. Өз тарихын, өз өткенін, өз ата-бабасының әруағын ұмыту, құрдымға кету деген сөз. Мұның түп негізі ұлы жаратушының ақырғы жіберген елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам һәм оның сахабаларын, одан кейінгі ғұламаларды еске алып Құран баштамауға шақырады. Сондай өткенін ұмытқан иесі мұсылман кісіні ғибрат қылмақ, ата-бабаның жасаған ізгілікті істерін қалай жалғастырмақ. Егер осындай жалған тыйымдар шын мәнінде ислам дінінде бар болса, Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мынау сөзді тектен-текке айтпас еді. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, еш нәрсені тектен-текке айтпаған. Бірде-бір әйел Алла елшісіне келіп, анасының нәзір оразасы болғанын алайда соны орындай алмай бұл өмірден өтіп кеткенін айтады. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қамқоршысы оның орнына ауыз бекітсін дейді. Бұхари мен Мүслімде бір хадисте бір әйелдің бір айлық нәзір оразасы болады, бірақ өте алмай өліп кетеді. Сонда оның ұлы яки қызы пайғамбарымызға келіп, мен оның орнына ораза ұстасам бола ма дейді. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, анаңның қарызы болса өтер ме едің деп сұрайды. Ол иә деп жауап қайтқанда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алланың борышын өтеу бәрінен де лайық дейді. Ораза тәндік құлшылықтардың бір түрі. Ендеше хадисте біреудің өкілі етіп ұстаған оразасының сауабы қайтыс болған мұсылманға бағышталатынын айтып тұр. Әбу Дауудтың кітабындағы хадисте де бір әйел пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, тірі күнінде қажылыққа бара алмаған анасының орнына қажылық парызын өтеу мәселесін сұрайды. Алла елшісі иә, оның орнына қажылық жаса деп жауап қатады. Мұнда да өтілген қажылықтың сауабы өліге бағышталатыны айтылуда. Басқа бір хадисте де өліге қабірге дейін 3 нәрсе ереді: отбасы, мал-мүлкі, амалы. Бұлардың екеуі кері қайтып біреуі қалады. Отбасы мен мал-мүлкі кері қайтып жасаған амалы өзімен бірге қалады делінген. Негізі бұған барлық ислам ғұламалары келіседі. Һәм әхли сүннет ғұламаларының барлығы да тірі адамның амалында сауабы мен өлге пайда бермейтінін айтқан. Тек қана Мұқтазили аталған бұрыс ағымдағылар өліге тірінің дұғасы да садақасы да пайда бермейтінін айтқан. Алайда кейбір амал мен жақсылықтардың өліге пайда беретіні хақында айқын аят пен хадистер бар. Мысалы, өліге бата жасау және истиғфардың Алладан өлім кешіруін тілеу пайдасы болатын мына аят дәлелі. Олар кейін келгендер былай дейді: Раббымыз бізден бұрын иман келтірген туыстарымызды кешір, әрі жүрегімізде иман келтіргендерге деген ешқандай өшті қалдырма. Қашар сүресі 10. Бұл аятта хақ тағала өмірден өткен мұсылман бауырлар үшін кешірім тілеген мұсылмандарды мақтағаны. Егер кешірім тілеудің өліге пайдасы болмайтын болса, Алла тағала аятында өліге кешірім тілеп бата қылғандар мақтамайтын еді. Өліге оқылған жаназа намазы да оған бата қылып оның кешіруін тілеу үшін қойылған. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өлінің жаназа намазын оқыған соң оған шынайы түрде дұға етіп бата қылыңдар дейді. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзі де жаназа намазын оқыған кезде артынан дұға еткен. Егер бұл намаз бен дұғаның өліге пайдасы болмағанда, Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын бұлай жасамас еді, өзгелерге әмір етпес еді. Міне бұл тірі адамның өмірге деген құрметі. Міне бұл тірі адамның өлгенге деген құрметі оның кебінделіп жуылуынан басталады. Ендеше исламда өлген кісіні арулап жерлеу өлгенін де құрметтеу деген білдіреді. Арулап жерлегеннен кейін де оны еске алып кейінгі ұрпаққа жақсы істе ғибрат етіп жүреді. Сол себепті атам қазақ өлгенде жерлеген кезде бәрі де бір ауыздан жақсы кісі еді, жақсы адам еді деп оның тек жақсылығын ғана паш етеді. Ал өмірде жаманшылықтары болса үнсіз кешіріп жібереді. Тіпті имам өлген кісінің жаназасын шығарар алдында
мұның қарызы бар ма еді деп қайталап сұрайды. Қарызы болса артынан қалғандарына иманат еттіреді. Міне исламдағы құрмет осындай. Ислам ғұламалары атап айтсақ, Әбу Ханифа, Ахмед ибн Ханбал және сәләф ғалымдарының бір бөлігі ораза ұстау, Құран оқу, зікір ету тәрізді тәндік құлшылықтардың сауабы өліге жететінін айтады. Мұндағы мақсат оларға деген құрмет. Сондай-ақ Ханафи, Ханбали және Шафиғи мен Маликилерде кейін ғұламалар да өлінің жанында оқыған Құран сауабымен оған жететінін айтады. Құран оқылғаннан кейін бата қылудың абзалдығын жеткізеді. Ханбалилер дәстүрі бойынша қабірдің жанында Құран оқудың ешбір нұқсандығы жоқ. Олар мына хадиске сүйенеді: кімде-кім мазаратқа барып Ясин сүресін оқыса, Алла тағала сол күні мазарда жатқан өлілердің азабын жеңілдетеді. Сол жердегі өлілердің санындай оқыған адамға сауап жазылады. Басқа бір хадисте, кімде-кім ата-анасының басына барып біреуінің яки екеуінің қабірінің жанында Ясин сүресін оқыса, Алла оған кешірім етеді дейді. Негізі Алла елшісінің оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын өзі әр жылдың басында Ухуд шейіттерінің қабірлеріне барып былай дейтін: сабыр етігендерің үшін сендерге Алладан сау саламат тілеймін. Дүниенің ең тамашасы нәтижесі осы. Алла елшісі кейде Бақи мазаратына барып былай дейтін: о мұсылмандар, елінің тұрғындары, сәлем сендерге, біздер де иншалла сендермен қауышамыз. Алла тағала бізге де сендерге де кешірім берсін. Ақырет қорқынышты мен қиыншылықтарынан амандық пен қорғаныш тілеймін. Міне пайғамбарымыз оған Алланың салауаты сәлемі болсын өліге дауыстап тұрып бата қылған. Қазақ халқында ертеден бері өліге көбінесе Ясин сүресі оқылады. Бұл да тегін емес, өйткені Алла елшісі оған Алланың салауаты сәлемі болсын өлілерге Ясин сүресі оқыңдар деген. Ханафилер осы хадиске сүйене отырып адам амалдарының сауабын басқасынан баштай алады. Амалы қырғат, намаз, ораза, садақа, қажылық табылса барлық түрлерінен болады деп пәтуа берген. Бірақ Әбу Ханифа, Ахмед ибн Ханбал және имам Маликтің көзқарасы бойынша Құранды назар ажанында оқу мәкрух. Алайда имам Мұхаммедтің көзқарасы бойынша қабір басында Құран оқуға болады. Тіпті бір хабарда Ахмед ибн Ханбал да болады деп пәтуа айтып дәлел ретінде кейбір хадистер мен Ибн Омардан келген хабар айтады. Ибн Омар хадис болар алдында жерлеген соң қабірдің басында Бақара сүресінің басы мен соңында аяттар оқуын өсиет еткен. Өліні қимай жылау мәселесіне келсек, Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын ұлы Ибрахим өлген жылаған себебін сұрағанда бұл Алланың рахымы оның құлдарының жүрегіне қойған. Алла рахымды құлдарына ғана рахым жасайды дейді. Алайда Құдайға тіл тигізіп жаман сөздер айтып бетін жыртып айғайлап жылауға болмайды. Ал атам қазақта жылау бар, бірақ бетін жыртып жылағандарды тыйып отырған. Әдептілік қашанда исламның рухы. Енді кейбір дін атын жамылып елдің бәрін, тарихтың бәрін, билер мен хандардың бәрін кәпір мен мүшрик деп өздерін ғана мұсылман етіп жүрген өлгенге құрметті былай тұрсын. Бейіт басына барып ата-баба арабаны аяққа таптап арулап діни рәсіммен жерлегендердің кесенелерін қиратып жүрген, Сириядағы дін атын жамылған содырларға қосылып мұсылман жанының баласының бастарын кесіп мейірім атаулының жодай болып азғындықтың шегіне жеткендерді бір барлап қараңыз. Біз айтқан исламдағы өліге құрметті бір барлап қараңыз. Иманды бұлай қойғанда сырттағы ару-жаны бар басқа дін өкілдері ақ-қарасын ажыратып қайсысының адамдық қасиетке жататынын айта алар еді деп ойлаймыз. Ас-садақа беру жоралғылары. Мұсылман қауымында о дүниелік болған жанның артына кәделі ас-садақасын беру сауапты іс болып саналады. Соның ішінде қазақ халқы үшін бұл рәсімдер үлкен мәнге ие. Өлген жан көрінмей қалмас, бірақ артындағы тұяғы жоқтаушысының болуы дәл осы жағдайға көрінеді. Жаратқан хақ фаниден бақиға аттанған жанды қабір азабынан құтқаруын, жаннаттыға нәсіп етуін тілейтін дұға дастарханы үй иелерінің ауқатын көрсету үшін емес, қазаға қабырғалары қайысып қаралы үйдің көңілінде емеп алыстағы жақында жерлерден келген ағайын тума тоғыз шарамен дәм тату үшін де жайылады. Ілікеде дәстүрімізде қайтыс болған жанның мінез көлігін құйрық жалын үкізеп қаралы үйдің белдеуіне жайлап артынша жаназасын сойыпты. Жалпы қазақ ғұрпы бойынша өлік жөнелтілмей қаралы үйдің қазаны қайнамаған. Бұл шариғатымыздың алынған жоралғы. Жафар ибн Әбу Талибтің үйінде қазалы жағдай болғанда Мұхаммед пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын Жафардың отбасына тамақ жасап беріңдер, олар басымен қайғы болып қалды деп айтқан өсиеті бар. Көрші қолаң мен ағайын тума онсыз да арысынан айырылып отырған үйді дүнияви үзіліктермен мазаламай алғашқы күндерде садақа дастарханын өз мойнына алады. Өлік оң жақта болған күні қонағасы күзет дастарханы, содан соң жаназа, одан кейін барып 3 мен 7-сін өткізген. Одан кейін өз уақытымен 40 жүзі мен жыл садақалар беріледі. Жаназа намазы оқылған соң бата оқу рәсімі басталып, оған келген жандарға да арнайы дастархан жайылады.
Асым бин Құдайб әкесінен жеткен хадисте ансарлық мәдиналық бір сахабаның пайғамбарымызбен, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, бірге жаназаға қатысты. Қайтып келе жатқанда әйелі мәйіттің жіберген бір кісі қарсы алдынан шығып асқа шақырды. Пайғамбар, оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, келген кезде ортаға тамақ қойылды. Ол қолын тамаққа созып, отырған қауымда ол қол созып тамақ жеді. Алланың елшісі оған алланың салауаты мен сәлемі болсын, аузындағы тамақты шайнап отырды деп айтқанын әңгімелейді. Осы оқиға қаза болған үйде тамақ жасалып, кісі шақырып ас беруге рұқсат екенін дәлел болады. Базази деген ғалым, егер жоқ-жітікке ас берсе жақсы болады деп Әл-Истиқан кітабын жазады. Негізінде 3-ін, 7-сін, 40-ын, 100 күндігін және жылын беру шариғаттың талабы емес. Алайда Ханафи мазхабының ғалымдары оны жаназасына қатыса алмаған қалыста ағайын туысқандар көңіл айтып көрсету үшін жасалатын мұбах, рұқсат етілген жоралғылардың қатарына жатады. Әйткенмен асыра сілтеп қазақ садақаның нәпіл садақаның дастарханды тойтыңнан бетер жайып байлық көрешілерді ел арасында баршылық. Өлім садақасының дастарханы астында төк болу міндет емес. Алла тағала Әл-Ағраф сүресінің 31-ші аятында жеп ішіңдер, тек ысырап қылмаңдар. Ақиқатында ол Алла ысырап қылушылар жақсы көрмейді деп ысырап етуден тыйған. Қазіргі заманда ата-баба әруақтарына жарнап берілетін садақа астар сәулетті мейрамханаларда өткізіліп, келген қонақтарға арналған бағалы сыйлықтар беріліп жатады. Осы шараның аясында жоқ-жітік, жарлы жақабайды жарылқап құба-құп. Нәпіл садақа бұл шүкіршілік ету шарасы. Сондықтан кем-кетік пен міскіндерге таратқан абзал киім-кешек, азық-түлік немесе ақшалай да беруге болады. Садақаның да денің сауында бер деген атам қазақ. Сондықтан басқа іс түскенде ғана Құдайды еске алмай үнемі шүкіршілік пен садақа тарқатқанды әдетке айналдырған абзал.